Қарбыз дәнінің пайдасы қандай? Қарбыз шырының пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ал осы қарбыздың титімдей ғана дәнінің бірталай пайдасы жөнінен хабарыңыз бар ма? Қарбыз дәнін майдалап шай етіп ішуге де болады. Сүтке салып ішуге де болады. Ол да бір дәрумен болып есептеледі. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Қарбыз дәні адамдарды зиянды паразиттерден құтқарады. Ол үшін оны жылы сүтке салып, араластырып, бір апта таңертең және кешке ішу керек. Дәннің құрамындағы цитрулин антиоксидант секілді қызмет етеді. Себебі қан тамырларын кеңейтіп, артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі. Ғалымдардың айтуынша, қарбыз дәні бүйрекке де өте пайдалы. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін арттырады. Дәнде А, Б, С дәрумендері, темір, магний, марганец, кальций және тағы басқа элементтер бар. Қарбыз дәнінен шай дайындаудың жолы: 4 ас қасық ұнтақталған қарбыз дәнінен алып, үстіне 2 литр су құйып, 15 минут қайнатыңыз. Сол шайды 2 күн ішіп, 2 аптадан соң қайталауыңызға болады. Алайда бір ескертетін жайт: қарбыз тап-таза болу керек. Сондықтан өз аулаңызда өсіргеніңіз дұрыс.